Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы алмастың ағашы. Бүгінгі сабақта мәтіннен өзіңе қажетті ақпаратты аласың. Алдымен жұмбақты бірге шешіп көрейік. Көзге ілінбейді, жұтсаң білінбейді. Бұл не балалар? Бұл ауа. Бүгін біз алмастың ағашы мәтінін түсініп оқитын боламыз. Олай болса, мәтінді мұқият тыңдаңдар. Алмастың ағашы. Биыл қалада шілде өте ыстық болды. Балалардың жаңбырды аңсағаны сонша қайта-қайта аспанға қарағыштай береді. Көктен тек шаңытқан күнді ғана көреді. Көздері жыпылықтап, танаулары желбіреп, көлеңке іздейді. Әрине, мұндайда жапырағы қою ағашқа не жетуші еді? Жел жоқ болса да, ағаштар жапырағын қимылдатып, желпінгендей болады. Ал алмастар тұратын жаңа ықшам ауданда ағаш әлі аласа. Көкесі кеше кешкі тамақ үстінде. Таңертең күн салқын, ауа таза. Ерте тұрған адам күні бойы онша ыстықтамайды, жұмысты да өнімді істейді, деді. Алмас оны құлағына құйып ала қойды. Алмас ертеңіне ерте тұрып, киініп далаға шықты. Аулада бірде-бір бала жоқ. Маңай тып-тыныш. Күн салқын. Ауа тап-таза екен. Мәдениет сарайын бір айналып келді. Салқын ауаның әсерінен қайнаған ыстықты онша елемеген секілденді. Ол осы күннен бастап ерте тұруды әдетке айналдырды. Көкесі мен апасы үшінші кезекте тау ішіндегі лагерге жібереміз. Әзірше осылай дағдылана бердесті. Алмас күнде таңертең тұрып, мәдениет сарайының маңында серуендейтін болды. Бір-екі бала ілесіп еді, уәделерінде тұрмады. Ұйықтап қала берді. Бір күні Алмас жол жағасындағы шөптің сытырлап жанып жатқанын көрді. Жалын сумаңдап, көктемде отырғызылған ағаштың түбін орай бастапты. Алмас енді шыдай алмады. Жетіп барып, табанымен отты таптай бастады. От оған бой берер емес. Жас ағаштың қабығын жалап үлгерді. Алмас футболкасын шешіп алып, сонымен ұрды. Әзер дегенде өшірді. Ақ футболкасы қап-қара күйе болды. Бір-екі жері тесіліп те қалды. Оған өкінген жоқ. Әйтеуір іс тындырды ғой. Жарайсың балам деген дауысқа жалт қараса, таяғына сүйенген қарт кісі екен. Ерте тұратындардың бірі осы кісі. Мына ағаш енді сенікі болсын балам, деді қарт. Өзің қарап, сақтап жүренді. Атың кім? Алмас. Енді мұны алмастың ағашы дейміз. Қай сыныпта оқисың? Күзде екіншіге барамын. Ой, айналайын, мен сені үшінші не төртінші оқитын шығар десем, таудай болып өсе бер қарағым. Ақ футболка ештеңеге жарамай қалды. Көкесі мен апасы бұл ісі үшін ұрысқан жоқ. Қайта құптады. Алмас әлі күнге дейін ерте тұрады. Мәдениет сарайын айнала жүгіріп шықты. Балалар, мәтін сендерге түсінікті ме? Олай болса, алмастың ағашы әңгімесін талдап көрейік. Ол үшін ақылдың 6 қалпақ әдісін аламыз. Бірінші сұрақ. Әңгіме қалай айтылады? Кейіпкерлерді ата. Басты кейіпкер кім? Мұндағы кейіпкерлер Алмас, көкесі, апасы және қарт кісі. Әңгіменің басты кейіпкері Алмас. Мәтіндегі ең көңілсіз оқиға не? Жол жағасындағы шөптің сытырлап жануы. Жалын сумаңдап, көктемде отырғызылған ағаштың түбін орай бастауы. Кішкентай Алмас қандай ерлік жасады? Оның іс-әрекетіне баға беріп көрейік. Жас ағашты өрттен сақтап қалды. Алмас ерлік жасады. Мәтіндегі Алмастың әкесінің сөзін табайық. Таңертең күн салқын, таза ауа. Ерте тұрған адам күні бойы онша ұйықтамайды, жұмысты да өнімді істейді, деді. Сен Алмастың орнында болсаң не істер едің? Табиғат біздің басты байлығымыз. Біз табиғатты қорғауымыз керек. Кез келген бала Алмастың орнында болса, сондай әрекет жасар еді деген ойдамын. Әңгімеден қандай қажетті ақпараттар алдың? Алмастан не үйрендің? Алмастан табиғатты қалай қорғау керектігін
және ерте тұруды үйренуге болады. Сонымен қатар Алмастың бойынан адал елдің ұрпағын көруге болады екен. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар.